Ассалаумағалейкум. Соңғы бейнежазбада бір сөзді айтуды ұмытып кеттім. Бір мынандай мысал келтірейік. Орта ғасырларда еуропалықтар Африка құрлығын жаулап, Африканың тұрғындарын Америкаға қоныс аудартып, сол жақта оларды құл ретінде пайдаланды. Сөйтіп, қара нәсілді адамдар ғасырлар бойы құлдықта өмір сүрді. Олар құл болып туды, құл болып өсті, құл болып өлді. Олардың балалары, немерелері, шөберелері сөйтіп ұрпақтан ұрпаққа құл болып өмір сүрді. Бірақ 20 ғасырда Америкада құлдық жойылғаннан кейін қара нәсілді адамдардың бәрі азат етілді. Енді мынандай жағдайды елестетіп көрейік. Құлдарды азат етіп жатқан кезде олардың аяғындағы, қолындағы, мойнындағы кісендерді шешіп жатқан кезде оларға келіп, аяқтағы кісенін шешіп алып тастап, қолдағы кісенін шешіп алып тастап, енді мойынға келген кезде олар жоқ, мынау кісенді қалдырыңдар, олар бізге керек деп айтса. Сіз бұл сөзді қалай қабылдайсыздар? Есі дұрыс адам бүйтіп айта ма? Маған мынау кісен керек, мен онсыз өмір сүре алмаймын, мен оған үйреніп кеттім деп айтса. Бұл кісен мен үшін өте қажет, оны қалдырыңдар. Мен оған әбден үйреніп кеттім, мен енді ол кісенсіз өмір сүре алмаймын деп айтса. Сөйтіп, солай өмір бойы сонымен жүрсе. Есі дұрыс адам өйтіп істей ме? Тек құлдық санасы бар адам ғана сөйтіп істейді. Енді мен осы сөзбен нені меңзеп отырмын? Біздің қазақ тіліне деген көзқарасымыз да сондай. Бізге қазақ тілінен артық дыбыстарды, әріптерді алып тастау керек деген кезде, орыс тілінен күштеп кіргізілген әріптерді алып тастау керек деген кезде, біз жоқ, олар бізге қажет дейміз. Біз оларға үйреніп кеттік. Олар біздің тілімізге сіңіп кетті дейміз. Олар бізге қажет дейміз. Бұл тура осындайды. Біз өзіміздің тіліміздегі кісенді алып тастауға қорқып отырмыз да. Қазақ тілі қазір кісендеулі. Оны кеңес үкіметі орыс тіліне шынжырлап байлап қойды. Әбден орыс тіліне байлап, оған тәуелді қылып қойды да. Біз сол шынжырды шешіп алып тастауға, сол кісеннен құтылуға қорқып отырмыз да. Өзімізді азат етуге қорқып отырмыз. Міне, құлдық сана деген осы, мәңгүрттік деген осы. Біз соны түсіне алмай жүрміз.